Баршаңызға сәлем. Бізде көбінесе жұмыс орындарынан сұрайтын сотталмаған туралы анықтаманы алу телефон арқылы, eGov Mobile қосымшасы арқылы қазір көрсететін боламын. Ол үшін қосымшаға кіреміз. Әрине біз бұл қосымшада тіркелген болуымыз керек. Главное деген жерге өтсеңіздер, яғни басты мәзірде популярные услуги деген бар. Сол жерде справка о наличии либо об отсутствии судимости деген жерде көрсетіледі. Немесе ол жерден тапасаңыздар, қайтадан услугиға ораламыз. Төмен жағында ең соңында трудоустройство и занятость деген бар. Соған кіреміз. Бізде бұл жерде 3-ші жолда выдача справки о наличии либо отсутствии судимости деп тұрады. Соған кіреміз. Бұл қосымшада сұраныс өте көп болғандықтан жүктелу, загрузка ұзақ уақыт алуы мүмкін. Күтуіміз керек. Менде қайтте шықты, қазір қайтадан кіріп көреміз. Мінекей, бұл жерде кіргеннен кейін қызмет түрі тегін 10 минутпен 5 жұмыс күнінің ішінде әркімде әрқалай тексерілуге байланысты анықтама дайын болады. Заказать услугу дегенді басамыз. Услуганы подписать етеміз. Мінекей біздің заявкамыз жіберілді, яғни номер пайда болды сұранысымыздың. Енді бұның дайын болғанын қайдан көреміз? Қайтадан басты мәзірге өтетін болсақ, бізде услуги деген жанында уведомление деген бар. Уведомлениені бассақ, обновление жасаймыз. Жаңартамыз. Міне бізде соңғы жіберген заявкамыз пайда болды. Ішіне кіріп көретін болсақ, история изменения статус деген бассаңыздар, ішінде жіберген уақытымыз көрсетіліп тұр. Енді мен сіздерге қазір дайын болған, менде қанша уақытта анықтаманы дайын болғанын көрсетемін. Яғни 1,5-2 сағат уақыт аралығында кіріп қарадым. Уведомленияға кіреміз қайтадан. Міне соңғы заявкамыз, сұранысымыз завершено деп тұр. Уақытын көретін болсақ, сағат 4:30-да жіберді, 18:10-да дайын болды. Бұл анықтамалар бізде қазақ және орыс тілінде тұр. Мінекей, отправить документы дегенді бассаңыздар, өзіңіздің почтаңызға немесе керекті адамыңызға әлеуметтік желі арқылы жібере аласыз. Сонымен қатар өзіңіздің телефоныңызға да сақтап аласыз. Сохраните файлы дегенді басып. Мінекей өзінің сияқты керекті анықтамаларды үйден шықпай-ақ онлайн телефон арқылы алу жолдарын мен сіздерге YouTube каналымда көрсететін боламын. Жазылып алыңыздар, жоғалтпамас үшін рахмет, сау болыңыздар.